Егер кез келген жаныңызды ауыртып жүрген проблемаңыз болса, немесе жаныңыз жабырқап, қайғы, мұң басып жүрсе, осы техниканы жаса. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бұл техниканы тек қана жаңбыр жауып тұрған кезде жасауға болады. Айға, күнге байланысты емес. Мысалға, сіздер сыртта жаңбыр жауып тұрғанды көрсеңіз, онда сыртқа шығып, жаңбыр астында тұрып, дұғаны 3 рет дауыстап оқисыз. Дұғаны прямо телефоннан немесе бір бетке көшіріп алып оқысаңыз болады. Дұғаны дауыстап 3 рет оқып болғаннан кейін ең азы 5-10 минут сол жаңбырдың астында сіз жүруіңіз керек. Себебі судың энергиясымен жұмыс жасап жатқасын, сол 5-10 минут сол жаңбырдың астында жүруіңіз керек. Әдетте бұның эффекті сразу білінеді, немесе кей адамдарға 1 күннен немесе 2 күннен біліне бастайды. Жүрегіңіздегі ауыртпалық кетіп, иығыңыздан жүк түскендей күйде боласыз. Барлық ауыртпалықтар кетеді. Осыдан кейін 1-2 күннен кейін өзіңізді жақсы сезініп, көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалады. Әркім өзіне жасау керек, біреуге жасауға болмайды. Дұғаны комментарияға бекітіп қоямын. Комментарияда атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз. Одан кейін түсінбей қалған заттарыңыз болса, комментариядан менен сұраңыз. Мен 24 сағат ішінде жауап беруге тырысамын. Сонымен достар, келесі видеоға дейін сіздермен қоштасамын. Келесі видеоға жалғыздықтан қалай арылуға болатын техникасын салатын боламын. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жаңа каналыма келген көрермендер болса, каналыма тіркеліп кетіңдер. Ол мен үшін мотивация. Келесі видеода кездескенше сау сәлемет болыңыздар.